Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен YouTube каналдағы видеоны қалай телефонымызға сақтаймыз, соны үйренетін боламыз. Ең алдымен телефондарыңызға Video Master деген программаны Samsung болса Play Market'тен, ал iPhone болса App Store'дан скачать етіп алуымыз қажет. Скачать етіп болғаннан кейін осы программаны ашқан кезде төбеде поиск деген жер тұр. Сол жерге біз YouTube'дан скачать ететін видеомыздың ссылкасын алуымыз қажет. Кез келген видеоны алсаңыздар болады. Мен Present Simple все просто деген видеоны алғым келді. Оны яғни ашып, поделиться деп басқаннан кейін төменгі жағында копировать ссылку деп тұрады. Соны басасыздар. Міне ссылка копировать етілді. Енді жаңағы программаға кіріп, поиск деген жерге ссылканы басамыз. Басқаннан кейін міне видеомыз ашылады. Видео ашылғаннан кейін төменгі жақта қызылмен сохранить видео деп тұрады. Сол кнопканы басамыз. Басқаннан кейін видеомыз осылай 100%-ға жеткенше скачать етіледі. 100% жеткеннен кейін осы кнопканы басамыз. Басқаннан кейін осындай шығады. Ол жерде төбеде тұрған оң жақ бұрыштағыны басамыз. Осы жерден сохранить видео дейміз. Одан кейін галереяларыңызды ашып көрсеңіздер, ең соңында осылай сақталып тұрады. Бұны қоссаңыздар да болады. Міне барлық жері ашылып көрсетіліп тұр. Енді осы әдіспен кез келген YouTube'та тұрған видеоны телефондарыңызға жылдам сақтап аласыздар. Менің каналым сіздерге ұнаса, осы әдіс ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.